Қазіргі уақытта осы жоғарғы білім жүйесінің бәсекелестігін арттыру үшін біздің министрлік тарапынан өте көптеген шаралар жүргізіліп отыр. Ең алдымен өздеріңізге белгілі осы үкіметте бәсекелестікті арттыру жөніндегі кеңес құрылды. Онда жалпы мына университеттердің белгілі бір санын жік-жікке бөлу, мысалға ұлттық деңгейдегі, халықаралық деңгейдегі немесе аймақтық деңгейдегі жоғарғы оқу орындарын анықтау. Оның басты мақсаты осы университеттердің арасындағы бәсекелестікті арттыру. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындарының жаңағы сапасын және бәсекелестігін арттыру үшін ең алдымен осы былтыр оқу жылынан бастап гранттың бағасы көбейді 2 есе. Сонымен қатар ол осы біздің университеттің жоғарғы оқу орындарындағы профессорлық оқытушылар құрамының жалақысының көбеюіне мүмкіндік берді. Және де студенттердің стипендиясы 2 есе көбейіп отыр. Сонымен қатар біз мынау университеттегі оқытушылардың жалпы мынау тек қана білім үдерісімен емес, сонымен қатар ғылыммен де айналысу үшін олардың есеп беретін көптеген жүктемелерінің қысқарту мәселесі қарастырылды. Сондай-ақ бүгінгі күні осы оқытушылардың жүктемесін 680-нен асырмау мәселесі шешіліп отыр. Және мына біз шетелдік айталық азаматтардың осы біздің университеттерде оқу мәселесі қарастырылып отыр. Және осының барлығы бір жағынан біздің жоғарғы оқу орындарының халықаралық академиялық рейтингтерге қатысуына мүмкіндік беріп отыр. Мысалға, биыл 14 жоғарғы оқу орны осы QS рейтингісінде белгілі бір орынды алып отыр. Оның ішінде оның 200-тік легіне осы Қазақ ұлттық Әл-Фараби атындағы университет кірді. Сонымен қатар осы бәсекелестікті арттыру үшін әрине біз аймақтық 15 жоғарғы университеттің негізінде академиялық, былайша айтқанда артықшылық немесе сондай ғылыми орталықтарды құру немесе олардың зертханаларын қайта құру мәселесін көтеріп отырмыз. Сонымен қатар Назарбаев университеті үлгісіндегі 2 аймақтық университет ашылмақшы. Осы мәселелер бүгінгі күні осы Қазақстан білім жүйесінің жалпы бәсекелестікке қабілетті болуына мүмкіндік береді. Былтырғы енді оқу жылымен осы биылғы оқу жылында өздеріңізге белгілі, біз мынау пандемия жағдайында өмір сүріп келе жатырмыз. Жалпы жоғарғы оқу орындары осы қашықтан оқытуға бірден өтіп кеткен болатын. Бірақ оған қарамастан осы былтырғы күзден бастап жалпы университеттер осы президентіміздің берген тапсырмасы бойынша оқытушылардың жалақысын көбейту, студенттердің стипендиясын көбейту мәселесі шешіле бастады. Сонымен қатар жатақханалар қазір қосылып жатыр жаңадан. Сондай-ақ осы біздің университеттердің жаңа біз айтып кеткендей QS халықаралық рейтингісіндегі олардың қатысу саны және олардың позициялары өзгерді, белгілі бір жетістіктерге жетіп отырмыз. Сондай-ақ бүгінгі күні өздеріңізге белгілі алғаш рет осы біздің университеттер өздерінің талапкерлеріне, бітірушілеріне өзіндік үлгідегі дипломдарды бере бастады. Бұл әрбір университеттің ертеңгі күні бір-бірінің арасындағы бәсекеге қабілетті болуына мүмкіндік беріп отыр және өздерінің былайша айтқанда беретін білім қызметтерінің сапасын көтеру. Сонымен қатар жоғарғы оқу орындарында бүгінгі күні жаңадан студенттердің кеңесі құрылып отыр және көптеген жаңағы біздің университеттердің мерейтойларға байланысты іс-шаралары жүргізілді. Және бүгінгі күні университеттердің негізінде жаңадан мысалға директорлер кеңесі құрылып отыр. Осы Европа елдеріне немесе біз баллон үдерісіне кіргендіктен осы өмір бойында оқу деген концепцияның немесе үздіксіз білім беру концепциясы, неформалды білім беру негізінде қарастырылған концепцияда биыл жүзеге асып отыр.
Былтырғы оқу жылында электронды форматта мынау кешенді тестілеу арқылы өткен болатын. Бұл формат әрі қарай жалғасады. Онда бір елеулі өзгеріс жоқ. Бірақ біз айтамыз, бейінді магистратураға түсуге байланысты, оның қазақша, орысша тілді таңдауына байланысты шет тілін тапсырудың қажеті жоқ. Ал басқа мамандықтарға, немесе мынау ғылыми педагогикалық бағыттағы магистратураға өздеріңіз білесіздер, шет тілінен белгілі өзінің білімін көрсету керек деңгейін, және оның мысалға осы магистратурада оқи алатын дағдыларын көрсету керек, және өзінің таңдап алған бағыты бойыншағы пән бойынша да емтихан тапсыру керек. Ал негізгі өзгеріс әрине ол докторантураға түсуге байланысты біршама өзгерістер бар. Оның біріншісі ол электронды форматта өтеді, және ол 3 түрлі емтихан тапсырады. Ол бірінші эссе жазу керек. Сонымен қатар оның осы докторантурада оқуына қабілеттілігін дәлелдеу керек. Және үшінші өзінің таңдап алған бағыты бойынша емтихан тапсыру керек. Тапсырушы ол мысалға компьютер арқылы тапсырады. Бұл жерде ешқандай мысалға барлығы прокторинг жүйесі бойынша жаңағы видео, жазба жүргізіледі. Сондықтан да барлығы ашық, анық, және ешқандай бұл жерде басқа бір үшінші, төртінші адамдардың қосылуы мүмкін емес. Сонымен қатар мынау егерде ақылай оқитын докторанттарға олардың өту деңгейі 50 балдан аспау керек, 50 балдан төмен болмау керек. Ол да мүмкіндік беріліп отыр докторантураға түсуге. Сонымен қатар докторантураға әлі қазір қабылдау жүріп жатыр. Ол қабылдау 4 тамызға дейін жүргізіледі. 4 тамызбен сол 20 тамызға дейін емтихан жүреді. Ар жағында оның конкурсы болады. Сонымен қатар 28 тамызға дейін ол қабылдау бұйрығы шығу керек. Университеттерге өздеріңізге белгілі 18 жылы осы академиялық дербестікті кеңейту бойынша заң қабылданған болатын. Бұл заңда біз университеттерге 24-тен астам құзыреттіліктерді беріп отырмыз. Соның ең бастысы ол академиялық құзыреттілік. Ол әрбір университет өзінің білім бағдарламасын жеке әзірлейді, және ол әзірленген бағдарлама әрине министрліктің тарап негізінде құрылған тізілім бар. Сол тізілімге ену керек. Ол тізілімге ену үшін ол бірнеше сараптамадан өтеді. Оны жұмыс берушілер, немесе білім саласындағы шетелдік эксперттер сол сараптамадан өткізеді. Сонымен қатар әрбір университет өзінің айталық ұйымдық құрылымын жаңадан, немесе институционалды құрылымын қайта қарастыруға мүмкіндік алды. Сонымен қатар әрбір университет мысалға өзінің оқытушыларына қойылатын біліктілік немесе стандарттарында қайта жасады. Өздері қабылдайды, өздерінің талаптары бар. Мемлекеттік тапсырыстан бөлек, егер ақылы түрде қабылдағысы келсе, өздерінің қабылдау ережелерін әзірлейді. Сонымен қатар осы тек қана академиялық қана емес еркіндік, сонымен қатар басқарушылық еркіндік те беріліп отыр. Бүгінгі күні 28 университет өзінің құқықтық формасын өзгертіп, коммерциялық емес акционерлік қоғам ретінде құрылып отыр. Осы құрылым негізінде директорлер кеңесі құрылды, оған 220-дан астам мүше кіріп отыр. Ішіне 20-дан астам президенттік резервтінде айталық кірген азаматтар да енді. Былайша айтқанда, директорлер кеңесі сол университеттің ашық түрде қаржылай саясатын жүргізуге, басқарушылық саясатын жүргізуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар академиялық мәселелерді қарастырады. Әрине академиялық мүмкіндік, дербестік бүгінгі күні университеттердің халықаралық деңгейдегі қарым-қатынасын жүргізуге, сонымен қатар бүгінгі күні мысалға біз айтамыз, басқа көршілес елдер болсын, шетелдік елдер болсын, өздерінің филиалдарын ашуға мүмкіндік, және өздерінің әріптестерін, серіктестерін тағайындауға немесе анықтауға мүмкіндік беріп отыр. Сонымен қатар әрбір университетте эндаумент фонд құрылады. Бұл эндаумент
фонд қорына жинақталған қаржыны бұл университеттің дамуына ғана жаратып, немесе дамуына ғана бағытталған. Сондықтан да бұл да сол университеттің өзінің былайша айтқанда басқарушылық құзыретіне еніп отыр.